Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз сіздерге онлайн концертте өзіміздің әдеттегідей авторлық шығармаларымызды орындап береміз. Және де көріп отырғандарыңыздай, бүгін біздің локациямыз ерекше. Осы локацияны және рояльді бізге ұсынып отырған, бізге беріп отырған Пианос KZ атты өнер орталығына, музыка орталығына алғысымызды айтамыз. Үлкен рахмет. Құрметті достар, және де бізді қолдаймыз деген жандарға, көмектесеміз деген жандарға төменде реквизиттер көрсетілген. Ал ендеше концертімізді бастайық. Сіздерге үлкен рахмет. Дорогие друзья, добрый вечер. Сегодня мы на нашем онлайн-концерте исполним вам наши авторские произведения. Как вы видите, сегодня у нас необычная локация. Мы хотим поблагодарить Пианос KZ за эту локацию, за предоставленный инструмент. Огромное вам спасибо. А также, кто хочет нас поддержать, помочь нам, внизу указаны реквизиты. Всем огромное спасибо. Приятного просмотра. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Біздің онлайн концертімізге қош келдіңіз. Енді онлайн концертімізді бастаймыз. Қабылыңыз. Добрый вечер, дорогие друзья. Добро пожаловать на наш онлайн-концерт. Приятного слушателя. Бірінші орындайтын шығармам «Сағыныш» қабылыңызда. Сейчас я начну с произведений «Ностальгия». Приятного прослушивания.
Шарман, Семен Столкундар. Спасибо. Сейчас я исполню произведение «Волны моря». Приятного прослушивания. Большое спасибо. Келесі орындайтын Шарман Үміт Саулесі. Следующее произведение «Луч надежды». Приятного прослушивания.
Большое спасибо. Келесі орындайтын шамам Аққу. Следующее произведение «Лебедь». Приятного прослушивания. Большое спасибо. Құрметті достар, ал енді мен сіздерге өзімнің Абай атамыз арналған Абай толғау атты күйімді орындап беремін. Қабыл алыңыздар. Дорогие друзья, а сейчас я исполню вам мое авторское произведение «Абай толғауы». Оно посвящено великому поэту казахского народа Абаю Құнанбаеву. Приятного прослушивания.
Большое спасибо. Құрметті достар, ал енді сіздерге өзімнің Бауыржан атты күйімді орындап бергім келіп отыр. Бұл күйді мен қазақтың батыры Бауыржан Момышұлы атамызға арнап шығардым. Қабыл алыңыздар. Дорогие друзья, а теперь я хочу исполнить свой күй под названием «Бауыржан». Этот күй я посвятил батыру казахского народа Бауыржану Момышұлы. Приятного прослушивания. Большое спасибо. Ал енді ортаға Нұрайын шақырым келіп отыр. Қазір орындайтын шығармам. Ол шығарма мен өзімнің әкемне арнадым. Бабамыздар, әкелеріміз аман болсын. Следующее произведение я посвятил своему папе. Приятного прослушивания.
Следующее произведение «Не забывай». Рахмет. Спасибо. Құрметті достар, ал енді Нұрәлі екеуміз сіздерге менің авторлық шығармам «Аналар арманы» атты күйімді орындап береміз. Қабыл алыңыздар. Дорогие друзья, а теперь мы с Нурали исполним вам мое авторское произведение под названием «Мечта матерей». Приятного прослушивания.
береміз. Дорогие друзья, следующее произведение «Птица счастья». Автор Нурали Бисюхожа. Приятного прослушивания. Қазір мен сіздерге өзімнің авторлық шығармамды орындайтын ауылға сапар. Следующее произведение я вам исполню «Дорога домой».
Ряд на прослушивание. Большое спасибо Келесову Владимиру Шалману, Алтану Авар вальс. Следующее произведение — родительский вальс.
достар, бүгін мен сіздерге өзімнің авторлық киімді орындап беремін. Қабыл алыңыздар, ұлы Толғауы. Дорогие друзья, а теперь я исполню свое авторское произведение под названием «Философия Великой Степи». Приятного прослушивания. авторлық шығармамызды орындап береміз. Қабыл алыңыздар. Бұл шығарманы біз Геннадий Головкинге арнадық. Дорогие друзья, а теперь мы исполним наше авторское произведение под названием «Triple G». Это произведение мы посвятили Геннадию Головкину.
сіздерге осы кеште соңғы шығармамызды орындап береміз. Ол көшпенділер, қабыл алыңыздар. Дорогие друзья, а теперь мы исполним наше заключительное произведение на этом вечере «Кочевники». Приятного прослушивания. Құрметті достар, осымен біздің концертіміз аяғына да жетіп қалды. Ал достар, көпшілік осы біздің тыңдармандар бізден сұрайды, әкелерінің қалай, денсаулығы қалай деп. Әкеміз қазір емделіп жатыр, Аллаға шүкір, қазір денсаулығы жақсы болып баратыр. Сіздерге үлкен рахмет. Осы концерт қойған себептеріміз де сол, әкемізге қолдау болсын деп. Сіздерге үлкен рахмет, достар. Қолдауыңызға үлкен рахмет. Дорогие друзья, многие наши подписчики спрашивают у нас часто, как наш отец себя чувствует. Отец сейчас лечится, ему стало намного лучше. Большое вам спасибо за поддержку. Мы всегда будем ради вас писать новую музыку, будем всегда давать концерты. Огромное вам спасибо за поддержку. Құрметті достар, үлкен рахмет. Осы концертіміз аяқталмады.
И хотим еще выразить благодарность еще раз Центру музыки и искусства Пиановский Z за поддержку, за то, что предоставили нам замечательный рояль и такую локацию. Вы всегда можете приобрести лучшие инструменты в музыкальном магазине Пиановский Z. Осымен концертіміз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. До скорой встречи, дорогие друзья.